Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Сіздерге айтар керемет жаңалығымыз бар. 2023-2024 оқу жылында мектебімізде алғаш рет қазақ тілін меңгеруге бағытталған 5 қадам жобасы өз жұмысын бастамақ. Жобаның мақсаты тілдік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырып, қазақ тілін меңгерген тұлғаны тәрбиелеу. Басты мақсатымыздың бірі оқу жылының соңына дейін қазақ тілінде еркін сөйлейтін оқушыларды дайындау. Сайыс 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ойлан тап, екінші кезең жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар, үшінші кезең атақты тұлғалар, төртінші кезең салт дәстүрлер, бесінші кезең мәре. Бірінші кезең ойлан тап. Бұл кезеңде қазақ тілін меңгеру үшін барлық лексика-грамматикалық тапсырмаларды қамтимыз. Екінші кезең жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Бұл кезеңде сөздерді жаттау арқылы оқушылар сөздік қорларын молайтады. Үшінші кезең атақты тұлғалар. Бұл кезеңде ақын жазушылармен және олардың шығармаларымен танысады. Төртінші кезең салт дәстүрлер. Бұл кезеңде оқушылармен қатар ата-аналар қазақ халқының ұлттық салт дәстүрі мен әдет-ғұрпымен танысатын болады. Бесінші кезең мәре. Мәре бүгіннен бастау алады. Яғни оқушылар жыл бойы қазақ тілін үйренудің қыр-сырларын аталған әлеуметтік желілермен бөлісетін болады. Сайыс бойынша жүлде қоры 500 000 теңгені құрайды. Баршаңызға сәттілік тілейміз.